болса, пайғамбар алейхиссаламның ümmetine бүкіл жер таза. Тек қана 4 жерде намаз оқылмайды. Мақбара дейді қабірлерде, мазмала мұсырда, мақсала шомыла тұрған жерде, кейінен не дейді? Және де мақсала жаңалағы шомыла тұрған жерде, мұсыр жерде, қабір бар жерде, ол жерде не қылмайды? Намаз оқылмайды. Қалған жерінің барлығы мұны таза. Және де алғашқы қауымға Аллах Тағала бір қауымға жіберетін болса, пайғамбар алейхиссаламды бүкіл әлемге адамдар менен жынға пайғамбарға жіберді. Құран-ы Кәрімде "Уама арсалнака илля рахматан лил аламин", ей Мұхаммад алейхиссалам, біз сені әлемге рахмат қылып жібердік деді. Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам менен пайғамбарлық не қылды? Аяқталды. Пайғамбар алейхиссалам ең соңғы пайғамбар, пайғамбардан кейін ешбір пайғамбар келмейді жер бетіне. Иса алейхиссалам қиямет күніне келіп түссе де, ол ешқандай жаңа үкіммен келмейді. Ол кісі де Құран менен сүннатқа құрметті жамағат амал қылады. Альхамдулилля, осындай біз хақ діндеміз, міне құрметті жамағат. Міне бұл өте үлкен тарихи, бұл имани, бұл амалдарды істеп жатырық. Міне Ибрахим алейхиссаламның жаңағы Байтулланы соққан кезде, Исмаил менен Исмаил мен кімді қалдырған кезде, оның зам-зам суының шыққан